Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен өткен тақырыптарды қайталаймыз. Бұл өткенді бекіту сабағы. Бұл бізде математика пәні 108 сабақ 2 сынып. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңдар. Бүгінгі сабақта біз жақшалы және жақсасыз өрнектердің мәнін табуды үйренеміз. Бірінші тапсырмаға қарайық балалар. Бұл жерде өрнектердің мәнін тауып, сәйкес суретті анықта дейді. Яғни мына жерде бірнеше қауіпсіздік ережелері немесе бір пайдалы кеңестер айтылған екен. Солардың қасында өрнектер берілген. Сол өрнектерге мына оң жақта сәйкес суреттер бар. Қазір өрнектердің жауабы шыққан санмен суретті сәйкестендіреміз. Солайша біз жаңағы өрнек шешеміз, өрнектің мәнін табамыз және өзімізге пайдалы құнды ақпарат аламыз. Ендеше кеттік. Электр құралдарын пайдаланбайтын уақытта өшіріп қой. Яғни бұл дұрыс айтылған кеңес, яғни мысалы біз түнге ұйықтағанда жаңа жарықты сөндіріп қоямыз, ол жарықты жағып қоймаймыз ғой біз. Біз оны жаңағы үнемдейміз, үнемдеу керек. Немесе суды үнемі ағызып қоймаймыз ғой біз. Оны бір уақыт өшіріп қоямыз, суды пайдаланбайтын уақытта өшіріп қоямыз. Яғни әрбір нәрсенің балалар үнемі болу керек деген сөз, Енді өрнегі қандай екен? 5 пен 9-дың көбейтіндісінен 7 мен 3-тің көбейтіндісін азайт дейді. Бұл қанша шығады екен? Яғни міне 24 шығады екен, міне электр жаңағы құралдарын пайдаланбайтын уақытта сөндіріп қой дейді. Арғартай келесі бізге көрсетіп тұр, қоқыстарды сұрыптап сал, өңдеу кезінде жеңіл болады. Яғни қараңдар, сендерге қоқыс шығаруға мамаларың далаға шығарып қоқысты апарып жаңағы қоқыс тастайтын жәшікке салып кел дегенде, сендер көбінесе кейбір адамдар болады, бірден қоқысты бір салафанға салаттағы аппараттағы қоқыс жәшігіне бірден лақтыра салады. Ал ол жерде жаңағы қоқысты салатын әртүрлі жәшіктер тұрады, яғни қағаз қоқысты қай жерге салу керек, бөтелкелерді қай жерге салу керек, жаңағы темір қалбырларды қай жерге салу керек. Міне сондай әр нәрсенің өзінің орны бар, әр қоқыстың да орны бар. Солай сұрыптап бөліп салу керек екен. Енді бұл жердің өрнегі қандай? 25-тен 15 пен 5-тің бөліндісін азайт дейді. Бұл міне бізде 22 шығады екен. Келесі бізде суды үнемді пайдалан. Мен бағана жоғарыда айтып кеттім, үнемдеу туралы. Яғни суды кешке дейін ағызып қоймай, жаңағы суды кішкене үнемді пайдалану керек екен, Бұл бізде 15-ке 20 мен 5-тің бөліндісін қос дейді. 19 шығады екен. Келесі электр энергиясын үнемдейтін шамдарды пайдалан. Яғни қазіргі таңда магазиндерге барсақ, дүкендерге барсақ, шам жаңағы жарықтың шамдарының түрі алуан түрі бар екен, Соның ішінде көзге зияны тимейтін, бірақ та сонымен қатар электр энергиясын үнемдейтін шамдарды пайдаланған дұрыс екен. Бұл бізде 16 мен 14-тің қосындысын 6-ға бөл дейді, 5 шығады екен, Келесі полиэтилен пакеттерден бас тартып, матадан тігілген сөмкені пайдалан дейді. Міне бұл да дұрыс айтылған кеңес деп ойлаймын. Қазіргі таңда полиэтилен пакеттер өте көп, Дүкенге барсақ та, қай жерге барсақ та бізге дүкеншіл нан салып берсе де бізге полиэтилен пакетке салып береді, Ал өзімізбен бірге жаңағы матадан тігілген табиғи сөмке алып барсақ, ол біріншіден жаңағы оны біз қоқысқа лақтыра бермейміз, жуып қайта пайдалана береміз. Ол бізге біріншіден көмек, екіншіден табиғатты ластамаймыз, себебі біз полиэтилен пакеттерді бір қолданғаннан кейін лақтыра береміз, Ол деген табиғатқа өте үлкен зиян келтіреді екен, себебі ол жаңағы басқа құралдар сияқты табиғатта жаңағы шіріп, өздігінен сөйтіп кетпейді екен, ол тек қана зиян болып жатады екен, Бұл жерде 32-ден 12 мен 2-нің бөліндісін азайт дейді. Бұл бізде 26 шығады екен. Келесі көшеттер отырғыз дейді. Ол 4 пен 2-нің көбейтіндісін 16-ға бөл дейді. 16-ны 4 пен 2-нің көбейтіндісіне бөл дейді. Енді қараңдар, бұл жерде көшеттер отырғыз дегенде көбінесе адам туылған кезде өмірінде жалпы қандай уақытта болмасын
табиғатқа көмектесу керек, себебі адам табиғаттың бір бөлшегі, иә. Сондықтан ол табиғатқа көмектесіп үнемі бір ағаш болса да отырғызып жүру керек екен. Себебі сендер бір ағаш, әр адам бір ағаш отырғызатын болса, ол ағашты күтіп, баптап, өсіріп, жайқалтып, жапырағын жайса, ол қаншама адамға, жануарға барлығына көмегін тигізеді екен. Бізге таза ауа береді екен. Жақсы балалар, бұл бізде бірінші тапсырма болған. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Есептемей салыстыр, досыңа бірінші бағанның шешуін түсіндір, ал ол саған екінші бағанның шешуін түсіндірсін. Енді бұл жұптық жұмыс берілген сендерге. Бұл жерде досыңмен, қасындағы парталас досыңмен бірге орындайтын жұмыс. Қалай орындалады, мен қазір сендерге түсіндіріп өтейін. Салыстыруды барлығың білесіңдер, үлкен кіші теңді. Енді қарандар, бұл жерде қалай салыстырамыз? Қарандар, 9 бен 4-тің көбейтіндісі 9-ды өзіне 3 рет қосу. Енді сендер білесіңдер, 9-ды өзіне 3 рет қосу дегеніміз 9-ды 3-ке көбейту деген сөз, е? 9-ды 3-ке көбейтсек көп сан шыға ма, 9-ды 4-ке көбейтсек көп сан шыға ма? Яғни бірден ойлануға болады, е? Бұл жерде 4-ке көбейтсек әрине көп сан шығады, үлкен сан шығады, е? Яғни 9-ды 4-ке көбейтсек, ол бізде үлкен болады. Ары қартай 29-ды көбейтеміз 2-ге, 30-ға 30-ды қосамыз. Енді қарандар, 29 деген 30-дан үлкен сан ба, кіші сан ба? Бірден ойланамыз. Ол кіші сан. 29-ды 2-ге көбейтеміз, 30-ды 30-ға көбейт дегеніміз 30-ды 2-ге көбейт деген сөз. 30-ды 2-ге көбейтсек үлкен сан шыға ма, 29-ды 2-ге көбейтсек үлкен сан шыға ма? Соны ойланамыз. Яғни 30-ды 30-ға қоссақ үлкен сан шығады екен. Арғартай балалар, 8-ге 8-ді қосамыз, 8-ге 8-ді көбейтеміз. Бұл жерде қалай болады? 8-ге 8-ді көбейту дегеніміз 8-ді өзіне 8 рет қос деген сөз, е? 8-ді өзіне 8 рет қоссақ үлкен сан шыға ма? Және әлде 8-ді өзіне бір-ақ рет қоссақ үлкен сан шыға ма? Әрине 8-ді өзіне 8 рет көбейтсек үлкен сан шығады екен, е? 8 рет қоссақ. Келесі, бұл жерде қане санайық, 3-ті өзіне неше рет қосу керек екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3-ті өзіне 8 рет қос дейді, 3-ті 8-ге көбейт дейді. Бұл жерде бірден түсінікті, бұл тең болады, е? Себебі 3-ті өзіне 8 рет қос дегеніміз 3-ті 8-ге көбейт деген сөз. Келесі, 10-ды өзіне 3 рет, 10-ға 10-ды қос, 10-ға 10-ды қос, оған 4-ті қос дейді. Енді қарандар, екінші жағында 10-ды өзіне 4 рет, 10-ды 4-ге көбейт дейді. 10-ды 4-ге көбейт дегеніміз 10-ды өзіне 4 рет қос дегеніміз, е? 4 рет қос деген сөз. Енді қарандар, бұл жерде қайсысы оңай болады? Бұл жерде жаңағы 10-ды өзіне 3 рет қосып аламыз, ол жерде 30 шығады, 30-ға 4-ті қосамыз, 34 шыға салады. Ал 10-ды өзіне 4 рет қос дегеніміз, одан бірден 40 деген сан шығады. Яғни 10-ды өзіне 4-ке көбейту дегеніміз ол көбірек сан шығады екен, е? Көп сан шығады. Ары қарай 17-ні 3-ке 3 рет өзіне қосамыз, 18-ді 3-ке көбейтеміз. Бұл жерде бірден түсінікті, е? 18-ді 3-ке көбейткенде үлкен сан шығады. Жақсы балалар, достарыңмен, жұптарыңмен бірге, қастарында отырған парталас достарыңмен бірге осылай дәлелдеп бір-біріне түсіндіріп көріңдер. Келесі тапсырма. 3-ші тапсырма, есептерді шығар, кересептер құрастырып, оларды шығар. Яғни бізге есептер берілген екен. Қазір мен сендерге мына жерде жазылып көрсетемін. Бір ұяда 3 балапан, екіншісінде одан 2 есе артық балапан бар. Екінші ұяда неше балапан бар? Енді қарандар, бұл жерде қарандар, есептің қысқаша шартын құрып тұрып түсіндірдім сендерге. Бірінші ұяда қарандар 3 балапан дейді. Бірінші ұяда, бір ұяда. Екінші ұяда белгісіз, білмейміз қанша балапан бар екен. Бірақ 2 есе артық. Мына біріншісінен қарағанда, мені көріндер ма? Одан деп тұр. Одан 2 есе артық. Сонда бізге екінші ұяда қанша балапан бар екенін білу керек. Ол үшін 3-ті 2-ге есе артық десе көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6 балапан. Яғни екінші ұяда 6 балапан бар. Енді кересеп дегеніміз қалай болады? Кересеп дегеніміз дәл осы есепке, жаңағы мысалы мына жерде бірінші ұяда белгілі болса, екінші ұяда белгісіз болса, енді кересеп дегеніміз біз керісінше екінші ұядағы жаңағы балапан санын белгілі қыламыз да, бірінші ұядағы балапан санын белгісіз қыламыз. Қане қарандар, міне бірінші ұяда белгісіз, екінші ұяда 6 балапан, бірақ міне қарандар, бірінші ұяда белгісіз, бұл бірақ 2 есе кем екінші ұядағы балапанға қарағанда. Бұл екінші ұяда 6 балапан бар.
Енді қараңдар, шешімі қандай болады? 6-ны 2-ге бөлеміз мына жақта. 2 есе кем десе бөлеміз де 2-ге бөлген кезде 3 балапан, бірінші ұядағы балапан саны шығады. Сонда бірінші ұяда 3 балапан болады. Міне кер есебімен қоса бірге көрсеттім. Келесі, енді ай есебі. Балалар қаңтар айында 3 жем-шашар, ал ақпан айында одан 5 жем-шашар артық орнатты. Балалар барлығы неше жем-шашар орнатты дейді. Жем-шашар дегеніміз балалар құстарға жем шашатын, құстарға, жабайы құстарға жем шашатын жаңа құрылғы екен, балалар қолдан жасайды. Сосын соған жаңағы ортасына жем шашып қояды, төбесіне кішкене қорғаныш жасайды. Сонымен дала құстары келіп жем жейді сол жерден. Енді қараңдар, бұл жерде қаңтар айында 3 жем шашар дейді. Міне қысқаша шартында. Ақпан айында белгісіз білмейміз ақпан айында әлі. Бірақ 5-еуі артық мына қаңтар айына қарағанда. Енді бізге 2 сұрақпен берілген есеп. Екінші сұрағы барлығы мына қаңтар айын мен ақпан айын қосқанда бізде барлығы қанша жем-шашар бар деп сұрап тұр. Енді қараңдар, ол жерде қайтеміз. Жай ғана артық десе 3-ке 5-ті қосып аламыз. 3-ке 5-ті қосып аламыз. Бұл жерде 8 шығады. 8 ол ақпан айындағы жем-шашар саны. Енді 8-ге қайтадан 3-ті қосамыз, қаңтар айындағы жем-шашарды қосамыз. Сол кезде бізде 11 жем-шашар шығады екен. Балалар барлығы 11 жем-шашар орнатты. Міне қараңдар балалар, мына жерде 3-ші тапсырманы ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы мен шығарып көрсеткен есептің ортада жоғарыда көрсетіліп тұр есеп. Осыған енді астына 2 кер есеп құрастырдық. Бірінші кер есепте қараңдар, бізде қаңтар айын белгісіз жасап қойдық. Жалпы есептің өзіне қаңтар айы бізге белгілі болған. Қаңтар айында қанша жем-шашар жасағаны. Енді бұл жерде бірінші кер есепте біз қаңтар айын белгісіз қылдық, бірақ 5-еуі кем ақпан айына қарағанда дедік. Ақпан айында 8 жем-шашар жасады. Жалпы 2 айда барлығы қанша жем-шашар жасады дейді. Енді 8-ден 5-ті азайтамыз. Ол жерде 3 шығады, 3-ке 8-ді қосамыз, 11. Балалар барлығы 11 жем-шашар орнатты. Міне бұл бірінші кер есеп. Енді екінші кер есепке қарасақ, бұл жерде біз қаңтар айында, ақпан айында белгілі жасап қоюға болады. Екеуінде белгілі жасап, барлығы жалпысын, жаңағы артық кем деген сөзсіз-ақ, жалпы барлығы қанша екенін табу керек біз деп, осындайда кер есеп құрастыруға болады екен. Яғни қаңтар айында 3 жем-шашар, ақпан айында 8 жем-шашар жасады. Барлығы жалпы қанша жем-шашар жасады? Балалар барлығы 11 жем-шашар орнатты дейді. Келесі Б есепке назар аударайық. Оқушылар құстарға 5 кг жөке дәнін алуған қарағанда 2 есе артық шетен дәнін дайындады. Оқушылар барлығы неше килограмм дән дайындады? Қане қараймыз. Жөке дәні 5 кг, шетен дәні белгісіз, бірақ 2 есе артық жөке дәніне қарағанда жалпы барлығы қанша? 5 пен 2-ні көбейтеміз, оған 5-ті қосамыз, қайтадан 15 кг. Оқушылар барлығы 15 кг дән дайындады. Енді арғартай келесі. Міне жаңағы есеп, енді астында кер есептерін жазып қойдық. Кер есептерін тура жаңағы алдындағы ай есепке қарағандағыдай, тура сол сияқты жаңағы дұрыстап қарап, мұқият қарасаңдар, өздерің ары қарай түсініп аласыңдар. Келесі 4-ші тапсырма баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер дейді. Баған түрінде есептеуді барлығымыз уже білеміз. Енді бұл жерде тек қана мен сендерге қазір ауызша айтып өтемін. Міне барлығы есептеліп дайын тұр, бірақ тексерудің бір-ақ түрі ғана тұр бұл жерде. 29-ға мысалы 18-ді қоссақ 47 деп тұр. 47-тен азайтамыз 18 тең 29 деп шығарылып тұр. Ол жерде тағы да 47 азайту 29 тең 18 деп те жазуға болады. Себебі екі жақтан да тексеруге болады. Ол мына ережеге байланысты ғой, балалар, білесіңдер ме? Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады деген жаңағы ережеге байланысты. Ары қарай 39 бен 46-ның қосындысы 85-ге тең, 85-тен 46-ны азайтсақ 39-ға тең, 77 мен 23-ның қосындысы 100-ге тең, 100-ден 23-ті азайтсақ 77-ге тең, 61 мен 38-ның азайтындысы, 61-ден 38-ның азайтындысы 23-ге тең, 23 пен 38-ның қосындысы 61-ге тең, 100-ден 35-ті азайтсақ 65 болады, 65-ке 35-ті қоссақ 100 болады.
72-ден 59-ды азайтсақ 13 болады. 13 пен 59-дың қосындысы 72 болады. Ары қарай келесі 53-ден 19 азайтсақ 34, 34-ге 19-ды қоссақ 53, 81-ден 68-ді азайтсақ 13, 13-ге 68-ді қоссақ 81, 90-нан 59 азайтсақ 31, 31-ге 59-ды қоссақ 90, 65-ке 35-ті қоссақ 100, 100-ден 35-ті азайтсақ 65, 47-ге 19-ды қоссақ 66, 66-дан 19 азайтсақ 47, 77-ге 9-ды қоссақ 86, 86-дан 9-ды азайтсақ 77. Енді қарандар балалар, 5-ші тапсырмаға да келіп жеттік. Бұл бүгінгі видеодағы соңғы тапсырма. Енді қарандар, бұл жерде сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап, бір-бірінен қандай айырмашылығы бар, оларды әртүрлі оқы дейді. Енді бұл жерде қарандар балалар, бірінші тапсырмаға қарасақ 20 азайту 8 бөлу 2 дейді. Бұл жерде міндетті түрде егер өрнек жасайтын болсақ жақша қоюымыз керек болады. Не себепті? Қане түсіндіремін. 20-дан азайтамыз 8-ді жақшаға алуымыз керек. Себебі, егер біз жақшасыз жазып қоятын болсақ, біз бірінші кезекте 8 бен 2-ні бөліп қоятын едік. Ал бұл жерде көрініп тұр, 8 бен 2-ні бөлуге болмайды. Бізге міндетті түрде 20-дан 8-ді азайту керек бірінші. Сол үшін біз осы жерге жақша қоямыз. 20-дан 8-ді азайтамыз, оны 2-ге бөлеміз, 6 шығады. Келесі ары қарай екінші жағына қараймыз. Енді бұл жерде жақша қоймай қоюға болады. Егер 20 азайту 8 бөлу 2 деп жазсақ, бұл жақта жақша қоймай қоюға болады. Себебі біз бұл жерде біріншіден 8 бен 2-ні бөліп аламыз да, одан шыққан санды 20-дан азайтамыз. Бұл бізде 16 болады. Келесі бұл жерде де міне 100-ден азайтамыз, 9 көбейту 5. Бұл жерде де жақша қоюдың қажет жоқ, себебі біз міндетті түрде бірінші 9 бен 5-ті көбейтеміз, себебі көбейту амал бірінші орындалады. Ары қарай келесі соңғы тапсырмада 32 азайту 24 көбейтілген 5 дейді. Енді бұл жерде жақшаға аламыз, себебі біз өйткені 24 пен 5-ті көбейтіп қоюымыз мүмкін. Жақсы балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сендерге жалпы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бүгінгі сабақтың осы оқулықтағы тапсырмалардың орындалу ретін менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар, және менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.